Арқамыздағы 10-шы нөмірмен біз келдік. Бастай берейік. Бұл жерде аздап ғажайып бар. Оны маған бере аласыз ба? Мен сенімен бірге ойнай алмағаным өкінішті. Бірақ қазір саған пас беретін сәт келді. Мен алыстан келдім, бірақ сізбен бірге болғаныма және футбол туралы аз-кем сөйлесе алатыныма қуаныштымын. Өйткені адамдар да осындай дүниелерді көргісі келеді. Футбол туралы көбірек айтылғанды қалайды. Иә, мен де осындай әңгімелерден рахаттанамын. Мен сені қатты құрметтеймін. Бізге бірге ойнау бақыты бұйырмады, алайда аздап бетпе-бет қарсы ойнадық. Кейін сен жаттықтырушы ал, мен ойыншы ретінде. Бірақ мен саған әрқашан құрметпен және таңданыспен қарадым. Сіз жасаған және жасап келе жатқан барлық нәрселерге рахмет. Менде сен үшін бір нәрсе бар. Кеше біз ол туралы сөйлескеніміз есіңде ме? Иә, есімде. Кеше бұл жөнде сөйлескен едік. Біз жап-жаспыз. Иә. Бұл қай жылдар? 2007 не 2008 сияқты? 2008 жылы жасың қаншада болды? 18-де ме? 19 жаста. Бұл Мадридте киіну бөлмесінде болды. Иә, сендер Барселонадан келдіңдер. Иә, есімде. Мадридтің 2 ойыншысымен. Менімен және Раульмен. Балалық шағыңыздағы 10-шы нөмірі туралы айтып беріңізші. Бұл сіз үшін нені білдіреді? Біз аргентиналықтар үшін 10 саны өте ерекше. Себебі сіз 10 саны туралы сөйлескенде, сіздің ойыңызға бірден Марадона келеді. Футбол ойнап өскен балалардың барлығы оған ұқсағысы келетін. Оның істегенін ешқайсымыз қайталай алмасақ та біз еліктейтінбіз. Біздің арманымыз оған ұқсау болатын. 10-шы нөмірдің ойыншысы. Бәрі оның ойынын таңданыспен қарайтын. Жасымызға қарамастан, өйткені мен Диегоның ойынын өте аз көрдім. Сіз неше жаста едіңіз? Диего Ньюэллске келген кезде, ол карьерасының соңғы сатысында болды. Мен ол кезде 6-7 жаста едім, есімде ештеңе жоқ десем де болады. 1994 жылғы әлем чемпионаты да солай. Мен кішкентай едім, есімде көп ештеңе жоқ. Бірақ кейін мен Диего туралы бейнетаспалардан оның біз үшін нені білдіретінін көрдім. Оның ойнағанын өз көзімізбен ешқашан көрмесек те, ол біздің эталонымыз, біздің кумиріміз. Сенің Диегоға деген құрметің керемет. Сен айтқандай жағдай тек Аргентинада емес, бүкіл әлемде болды. Өйткені Марадона бүкіл әлемге, барлығына кумир болды. Біз оны Марадона туралы адамдардың айтқандарынан аңғарамыз, әсіресе сенің 8 алтын доп жеңген адамның осындай пікір айтқаны керемет әрине. Иә, біз үшін Диего бұл өте ерекше, және бұл көптеген жылдар бойы жалғасатынына ешқандай күмәнім жоқ. Ол тірі кезінде құрметке ие болды. Бұл құрмет ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Өйткені менің балаларым Диегоны көрмесе де бейнетаспалар мен адамдардың әңгімелерінен естіп, ол туралы бәрін біледі. Әрине, біз үшін, аргентиналықтар үшін оның фигурасы өте маңызды, ол жаһандық деңгейде. Бұл рас, біз бәріміз кішкентай кезімізде 10 санын алғымыз келді. Командада ол көшбасшы болатын. Иә, ол сан әрқашан ерекше ойыншыларда болды, және біз бәріміз ерекше болғымыз келді. Ерекше ойыншы екенімізге сендік. Бәріміз 10 санын алғымыз келді. Кішкентай кезімізден бастап. Қазір олай екеніне күмәнім бар. Түсінбедім, қазір ол ондай ерекше сан деп ойламаймын. Иә, бұл рас.
Бұл жөнде адамдар жиі айта бастады. Бүгінде ондық бұрынғыдай маңызды емес. Дәл сіз айтқандай, қазір алаңда ондықтың орны жойылып кеткені рас. Егер сіз 4-3-3, 4-4-2 схемасымен ойнайтын болсаңыз, ондықтан айырыласыз. Иә, оның рөлі бұрынғыдай емес. Бұрын ол жартылай қорғаушылардың көшбасшысы, ойыншыларды байланыстыратын жалғаушы болды. Қазір көптеген командалар 4-3-3 схемасында ойнайды. Ол жерде ондықтан гөрі төменде ойнайтын ойыншылар керек. Немесе бір бойда ойнайтын 4-4-2 схемасы да жарамайды. Құдайға шүкір, сен әлі ойнайсың. Әлі бір ондық бар. Қазір бұл төмен түсіп ойнайтын вингерлер мен жалған шабуылшыларға айналған. Айтарлықтай өзгерді. Біздің аргентиналық ондықтар әрқашан жартылай қорғаушылар, байланыстырушылар болды. Рикельме, Аймар. Ондай ойыншылар мүлдем жойылып кетті немесе өте аз. Ондайлар жоқ десек те болады. Ал сіздің балаларыңыз ше, олар ойнай ма? Менің балаларым футбол ойнағанды ұнатады. Оларға 10-шы нөмір ұнайды ғой, солай ма? Олар кішкентай, сондықтан әрине оларға ұнайды. Доппен дриблинг жасау. Иә, әдетте, кішкентай балаларға шабуыл жасау, гол соғу ұнайды. Тек қақпашылық талантпен туылғандар болмаса. Бірақ көбіне әрине гол соғу, алда болу ұнайды. Олар кішкентай. Бірақ олар күні бойы доп қуалайды. Үлкені неше жаста? Қараша айында Тиаго 11 жасқа толды. Матио 8 жаста, ал Сиро 5 жаста. Үшеуі де ойнай ма? Үшеуі де күні бойы ойнайды. Кішкентай кездеріңізде сіздер кімге еліктедіңіздер? Сіз Зизу. Мен үшін ол Марсельде ойнағандықтан, бұл Энцо Франческали болды. Мен мұны бірнеше рет естідім. Тіпті сіз ұлдарыңыздың бірін солай атадыңыз. Иә, Энцоның құрметіне қойылған. Ол Марсельде ойнаған кезде менің жасым 13-те болатын. Ол кезде әлі Канға бара қоймадым. Мен оның Марсельдегі ойынын көргенде, мен де сол сияқты ойнағым келетінін түсіндім. Өйткені ол өте талғампаз болды. Оның ойыны, оның допты басқарғаны керемет еді. Мен де Энцоның ойынын көргенмін. Жиі көрдіңіз бе? Әрине, бала кезімде, ол Риверде ойнаған кезінде. Олардың керемет командасы болды. Олар бәрін ұтатын. Ол бәрінің кумирі болды ма? Әрине, ол тіпті бүгінде ол клубта жұмыс істейді. Сол жерде мен онымен танысу бақытына ие болдым, және ол өте ұлы адам. Оның Риверде ойнаған уақытында кішкентай болсам да, сол кереметтің барлығы есімде. Бұл Ривердегі Энцоның соңғы жылдары деп ойлаймын. Францияда біз әдеттегі ойыншылармыз. Онда шетелдіктер көп болған жоқ. Бізге Энцо келгенде ол оңтүстік американдық футболда келді. Біз футболдың басқа түрін көрдік. Ол доппен неше түрлі тәсілдер жасайтын. Мен оны сиқыршы деп ойладым. Мен де солай істегім келді. Мен ойыншы ретінде әрқашан Аймарды ұнатамын деп айтатынмын. Ол Валенсияда ойнады емес пе? Иә, ол Валенсияда ойнады. Маған оның ойнау тәсілі ұнады. Ол Ривердегі керемет команданың құрамында болды. Алайда ол ерекше көзге түсетін. Диегодан кейінгі ойыншылардан ол бірінші орында тұратын. Пабло ойыншы ретінде менің қатты таңданған адамым болды. Мен еуропалық футболды көп қарамайтын жас кезімде де ол қатты ұнайтын. Әрине, адам өскен сайын көп нәрсені түсіне бастайды. Сөйтіп мен еуропалық футболды көбірек көре бастадым. Негізінен, маңыздысы аргентиналық жергілікті футбол болғаны түсінікті. Маған сонда да Пабло ұнайтын. Сен Барселонаға келгенде қанша жаста болдың? Мен мұнда 13 жасымда келдім. Бұл қай жылы болды? 2001 жыл. Сіз 10 саны туралы, 10 санның эволюциясы туралы өзіңіздің ондық екеніңізді айттыңыз. Енді ондық ойыншы қандай болуы керектігін айтып беріңізші. Бана атап өткеніміздей футбол көп өзгерді. Ойнау тәсілі, жүйесі.
Бала кезінен 4-4-3 жүйесінде ойнаған жерде, немесе сызық бойымен 3 адам 5 адам болып ойнайтын схемаларға біз айтқан сипаттағы ондықтар кіре алмайды немесе оны енгізу қиын. Осылайша бұл сипаттағы ойыншылар да жоғалды. Бұл менің өзімнің жеке пікірім. Бірақ 10-шы нөмір қалай болғанда да кішкене талантқа, ғажайыпқа жақын болуы керек. Өйткені ондық ол команда жетекшісі. Команда жетекшісі көп нәрсе жасай білуі керек. Оның басқалардан айырмашылығы болуға тиіс. Ол жағдайды басқалардан бұрын көруі керек. Бұл ондықтың міндеті. Мен өзгелерден 1 секунд алда болдым. Ал сен, Лео, басқалардан 3 секунд алда болдың. Ондықты басқалардан ерекшелейтін қасиеті осы деп ойлаймын. Жанкүйерлерде ойыншыларда доппен не істеу керектігін біледі. Ал допты алмас бұрын не істеу керектігін білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мен үшін 10-шы нөмірлі ойыншы осыны жасауы керек. Ол неғұрлым командалық ойыншы болса, тренер үшін де, команда үшін де соғұрлым жақсы болады. Ал сен осыны әлі жасап келесің. Ондық командада допты көбірек ұстау керек деп ойлаймын. Иә, ол әрқашан доппен болуы керек. Иә, ол допты алып бүкіл ауыртпалықты көтеріп жүруі керек. Сіздер ондықты алғанда басқа сандарға қарағанда жауапкершілік сезінесіздер ме? Немесе бұл жай ғана сан ба? Бұл нөмір бұрынғыдай маңызды деп ойламаймын. Алайда ондық футболканың аздап болса да әлі ерекшелігі бар. Оның рас, ондық футболка кигенде басқаларға қарағанда аздап қысым пайда болады. Бірақ дұрыс футболшылар үшін ештеңе болмайды. Мүмкін деймін мен. Қолынан келетіндерге ештеңе болмайды. Ал дұрыс өнер көрсете алмайтындар ондық киетін болса, бұларға қысым күшейеді. Иә, қысым күшейеді. Мен Парижде ойнағанда ондық футболка кимедім. Мен Барселонадағы көп жылдарымда және ұлттық командада жүргенімде әрқашан 10 нөмірін киюге дағдыланғанмын. Оның ешқандай ерекшелігі болмаса да, мен үйреніп қалған ондығымды аздап сағындым. Өйткені мен оны өмір бойы қолдандым. Бірақ содан кейін үйреніп кеттім. Себебі 30 саны да мен үшін маңызды футболка болды. Мен басында 30 нөмірмен дебют жасағам. Сондықтан оны да ерекше деп айтуға болады. Бірақ бұл тек сіз үшін ерекше болды. Ал адамдар Мессиді 10 нөмірмен көргісі келеді. Егер мен Мессиді алаңда көрсем, арқасынан 10 санын көргім келеді. Бірақ кейбір кезде оның маңызы болмайды. Мысалы, Мадридте Фигу 10-шы нөмірмен ойнады, бірақ бұның айтарлықтай маңызы болмады. Ал маған 5 саны ұнағандықтан 5 нөмірмен ойнадым. Нәтижесінде адамның алаңда не істейтіні маңызды. Сенің арқаңда 5 саны алаңда үлкен мәнге ие болды. Басқа ойыншыны 5 санымен көру бір түрлі болар еді. Иә, бұл рас. 5 санымен жартылай қорғаушыны көру бір түрлі. Сен бұның қалай болғанын білесің бе? Президент болған Флорентино 25, 30, 35 нөмірлі ойыншыларды ұнатпайтын. Ол бірінші нөмірлі қақпашыдан 11-ші нөмірге дейін ойнайтын ескі дәуірдің адамы ғой. Сонымен 5 нөмірлі футболка Реалда Санчесте болатын. Ал ол, мен Мадридке барғанда командадан кетіп қалды. Сонда президент маған, сен 1-ден 10-ға дейінгі нөмірді таңдауды қалайсың ғой деді. Мен иә деп 5-ті таңдадым. Себебі 25, 30, 35 нөмірлерімен ойнағым келмеді. Перес, бұл футболдың емес америкалық футболдың сандары ғой дейтін. Сөйтіп мен 5-тікті алдым. Сенде көп таңдау болмапты ғой. Иә, бұл қалған бос нөмірлер болатын. Ол 5-пен келісті. Мен алғашқы күннен бастап шатақ шығармаймын деп шештім. Бірақ қазір 5 нөмірі мен үшін ерекше. Себебі бұл менің Мадридтегі тарихым. Ондықта керемет, бірақ 5-те ерекше. Мен Ювентустағы 21 нөмірім туралы көп есімде жоқ. Сіздер сұраған едіңіздер, бірақ мен ұмытып қалғанмын ол жөнінде. Егер сізге Леоны бір екі ауыз сөзбен сипаттау керек болса, ойыңызға бірден қандай сөздер келер еді? Бұл тек бір сөз, сиқыр, себебі маған ол қатты ұнайды.
Мен күн сайын Леоны көре бермеймін. Сондықтан бүгін мен үшін ерекше күн. Мен осы сәтті пайдаланып, оны қатты құрметтейтінімді айтқым келеді. Бұл басқаларға ұқсамайтын ойыншы. Оның ойыны ғажайып екенін айтқым келеді. Оның ғажабы, ол допты алмас бұрын не істеу керектігін біліп тұратындығы. Футболды білетін адам болғандықтан мен үшін бұл ғажап. Сенің ойыныңды қарап отырғанда, сенің не істемектігіңді біліп отыратынмын, түсінесің бе? Бұл бір ғажап байланыс сияқты көрінетін. Бірақ ол өз ісін бастағанда мен бәрі бітті деп айтамын. Және адамдардың футболдан көргісі келетіні де осы. Ондай ойыншылар өте аз, олар өте аз. Ал сен, Лео, сенің Зизуды естігенде ойыңа не келеді? Ол қасымда отырғандықтан емес. Мен бұрында бірнеше мәрте айтқанмын. Мен оны тарихтағы ұлы ойыншылардың бірі деп санаймын. Әрқашан оған таңданғанмын, ол маған қатты ұнайтын. Мен оны Мадридте ойнағанда да көп бақылайтынмын. Және ол мені көп жабырқататын. Себебі мен Барселонада едім. Мен Мадридтегі Галактикосты білемін. Олардың Еурокубок ұтқандағы командалары мықты болатын. Команда ретінде ол жұлдыздар керемет ойнады. Ол әрқашан ерекше ойыншы болды. Оның өнері, элегантты ойыны, ғажайыбы. Мен оны жанымда отырғандықтан айтып отырған жоқпын. Мен оны әрқашан үздік ойыншылардың бірі деп санадым. Және менде онымен ортақ көптеген естеліктер бар. Мен оның Чемпиондар лигасының финалындағы Ливеркузенге салған голын көрдім. Сол аяқпен салған голы. Және әлем чемпионаты финалындағы Бразилияға салған голы. Оның өзіндік рулетка финті. Меніңше Валенсияда пьеса бар сияқты. Керемет гол дегеніміз ол оның сол аяғымен салғаны деген. Бұл футболдың барлық жанкүйерлеріне ұнайтын нәрселер. Маған да бұл қатты ұнайтын, маған бұл қиын болғанына қарамастан. Себебі мен Барселонаның фанатымын, және фанаты болып қала бермекпін. Бірақ ұлы ойыншылар өзінің клубтары мен елдерінің шекарасында ғана қалмайды. Оның ойынына қарау сондай ләззат еді. Және басқа да жұлдызды ойыншылар дәуірі. Әлем чемпионатындағы Франция құрамасы. Ұлы құрама, ұлы ойыншыларымен. Ол әрине, олардың арасынан ерекшеленіп тұратын, өзінің ондық нөмірімен. Ол Мадридте ондықпен ойнамағанына қарамастан, ол алаңдағы ойынды өзгертетін еді. Ең бастысы, сіздер алаңда да, оның сыртында да үлгісіздер. Кейінгі ұрпаққа не айтар едіңіздер? Менің ақылым, өздеріне келген мүмкіндікті жіберіп алмаңдар. Себебі біз сүйікті ісімізбен айналсамыз, футбол ойнаймыз. Лео қазір әлі бұны барлығына көрсетуде. Мен қазір ойнамағандықтан жастарға, балаларға ақымақ болмай мүмкіндіктеріңді жіберіп алмаңдар дегім келеді. Тек футболға ден қою керек. Бұл 15 немесе Лео сияқты 20 жылға жалғасуы мүмкін. Бұл футбол үшін, футбол сүйер қауым үшін маңызды. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмау маңызды. Сіздерде тек 2 немесе 3 қана мүмкіндік болуы мүмкін. Бірақ кейде тек бір мүмкіндік қана беріледі, ал сен соны құр жібермеуің керек. Мен де оның айтқандарымен толықтай келісемін. Біріншіден адамның өзінің қандай ойыншы екеніне байланысты. Біздің әрине жолымыз болды, бізді таңдады. Бірақ одан бөлек, біздің жүріп өткен жолдарымызбен жүруге тырысу үшін көп жұмыс жасау керек. Жауапкершілікті түсіну керек. Сонда біз қол жеткізген нәрселерге ие болатын мүмкіндік туады. Меніңше біз үнемі қарапайым болдық. Бұған мені кішкентайымнан үйде үйретті. Меніңше бұл ең бастысы. Ол айтқандай мүмкіндікті пайдаланыңдар. Және істемес бұрын ойланыңдар, себебі сендерден өзге де көптеген таланттар бар. Олардың барлығы жетістікке жете бермейді, себебі таланттан өзге көптеген ауыр жұмыстар бар.
Сонымен қоса, футбол әлемінде аздаған сәттілік те керек. Өйткені футболды бәрі ойнағысы келеді. Бұл әлемдегі ең сүйікті ойын. Ал көп адамдарда мүмкіндік бола бермейді. Лео соның бір дәлелі себебі, Лео әлі ойнап жүр. Ол бүкіл адамдарға үлгі. Оның өмірі тек отбасы мен футболдан тұрады. Оның өмірінде тек футбол. Мен не істегім келетінін анық білдім. Ес білгелі футболды ғана сүйдім. Футбол бірінші орында болды, қалғандары тек екінші орында. Әрине, отбасы бірінші орында болады. Бірақ, содан кейін футбол ең маңыздысы болуы керек. Футбол менің өміріме айналды. Біз де осылай айтуымыз керек. Егер қатты мән берсеңіз нәтижесін көресіз. Үміт жоқ болса да еліктеуіміз керек. Леоның істегенін істеймін деп ойла. Армандауға болады ғой. Бірақ бұл қиын әрине. Меніңше бұл тек футболға емес бәріне қатысты. Сенде арман болса, оның орындалуы үшін күресуің керек. Нәтижесінде сіз қиындыққа, сәтсіздікке тап боласыз. Бірақ оның барлығы сіз үшін сынақтар. Бұл да өмірдің бір бөлігі. Сен үнемі жеңіске жете бермейсің. Қиын сәттер болады. Жарақаттар. Адамдар күнделікті өмірде де қиындықтарға ұшырай береді. Жұмыстарында. Сондықтан ұнайтын нәрсеңмен айналысу үшін күресуің керек. Әрқашан орындала бермеуі мүмкін, бірақ сен әрқашан күресуің керек. Егер сен 100% беріліп тырыссаң мақсатқа жетесің деп ойлаймын. Бәрімізде жеңіске жеткіміз келеді. Бірақ атап өткенімдей ойыншылар, клубтар, құрамалар өте көп, сондықтан үнемі жеңе беру мүмкін емес. Бұл Мессиде бар нәрсе. Ол қиындыққа тап болған кезде не істеу керектігін білді. Ол сенімділік көрсете білді, әсіресе басқалар үшін. Командада Лео барда басқа ойыншылар соған сеніп қалады. Ол соны түсінді. Ол уайымдамаңдар, мен бармын, бәрін шеше аламын деп айта алатын. Қиын сәттерде бұл өте маңызды. Чемпиондар лигасында гол салу мен әлем чемпионатында гол салудың қайсысын артық көресіздер? Бұл сәтке байланысты. Бірақ Еуропа чемпионатында немесе әлем чемпионатында салынған голдар ерекше. Бірақ әрине, әлем чемпионатында салынған гол сәл артықтау болып тұрады. Алайда ол матчқа байланысты. Мүмкін ол әлем чемпионатының финалындағы гол шығар. Мен де сен үшін жауап бере аламын, Лео, себебі сен оны жақында Аргентинамен финалда жасадың. Ол мен үшін ең үздік гол. Саған жетпей тұрғаны тек осы еді. Тек осы гол ғана жетпей тұрды. Әлем чемпионатының финалында гол салу ең тамаша сәттердің бірі. Біз екеуміз де бұны айта аламыз. Сіздер қарсы ойнаған ең мықты ойыншы. Ең қиын емес, ең мықты ойыншы. Сені жарақаттағысы келген үшін немесе сені құлатқысы келген үшін емес. Ең қиын ойыншы Паоло Мальдини болды. Ол өз ісінің үздігі еді. Мен оған қарсы ойнадым. Сосын Тюрам, ол өте қатты ойнайтын.
Мен Тюраммен бірге ойнадым ғой. Әрине, ол өте мықты ойыншы. Ол сенің командаңда болса, сенің жолың болды. Ал саған қарсы болса, біттім дей бер. Әлем чемпионатында сендердің командаларың мықты болды. Иә, 98 жылы көптеген мықты ойыншылар болды. Біздің көп ойыншымыз әлемнің мықты командаларында ойнайтын. Саған алғашқы допты кім сыйлады? Әкем, иә, бутсыда да сол. Жай ғана доп емес. Себебі оны қалай сыйлағаны есімде. Бірақ одан да құндысы бутсы болды. Себебі олар өте қымбат еді. Ол бутсы ал деп біраз ақша берді. Бүгін сол туралы Себо Саджамен айтып еді. Бір жаттығу кезінде әңгімелестік. Ата-аналардың балалар үшін құрбандыққа баратындығы. Бүгінгі таңда мен әкемін және балаларымды мектепке апарып әкелетін мүмкіндігім болған үшін қуаныштымын. Баласы үшін әке шешесінің жасайтын амалдарына баға жетпей. Әкең сені жаттығуға апарғаны есіңде ме? Әрине, мені көбіне анам апаратын. Себебі әкем көп жұмыс жасайтын. Ол күн сайын таңғы 4-те тұрып кешке келетін. Ол үйге келгесін тез тамақтанып алып жаттығуға баратын. Бұл ата-ана үшін маңызды. Баласына аяқ киім әперу үшін барлығын жасауға дайын ата-аналар бар. Сіз қайта ойнағыңыз келетін матч бар ма? Айтқанымдай, барлығы солай болу керек болғандықтан солай болады. Мен жүріп өткен жолдарыма өкінбеймін. Біраз бақытты сәттерім болғанына қуаныштымын. Бірақ мақсатқа жету жолында қиын сәттер де болды. Бірақ ол сәттер жетістікке жетуіме себепші болды. Алайда 2014 жылғы әлем чемпионатының финалы аздап ащы сезім қалдырды. Оны биылғы әлем чемпионаты жуып шайса да аздап сарқыншағы байқалады. Сен бұған 2022 жылы қолың жетті. Иә, әрине. Сен тарихты өзгерттің. Ол аяқталды, бітті. Қай матч сіз үшін ең үздік? Біреуін таңдау қиын. Мен Ювентуста ойнағанда бір матч болды. Аяксқа қарсы ойын. Чемпиондар лигасының жартылай финалы. Біз Туринде 4-1 есебімен жеңдік, ал қарымта матчта 4-1 болды. Менен басқа көбінің есінде қалмаған шығар. Мен сені әлем чемпионатындағы ойындарды айтатын шығар десем. Гол салу немесе әдемі пас шығару, қайсысын таңдар едіңіз? Мен бұған сенің атыңнан жауап берер едім. Маған екеуі де ұнайды. Кейде пас голдан да артық болуы мүмкін. Пас бәрібір голға келген болса, кейде әдемі пас шығарғаныңа да қуанасың. Сен екеуінде бірнеше рет жасадың. Біраз гол салдың, біраз голға пас бердің. Менде шағын сыйлық бар. Одан да жақсы тілегіңді жаз, бұл жеткіліксіз. Es poca cosa. Me gustaría poner... Muchas gracias, hombre.
Көп рахмет. Керемет футболка. Бұл футболка шынымен өте керемет болды. Adidas жақсы шығарды. Керемет. Чемпионның киген жейдесі. Көп рахмет.